телефондағы қысқа өзіңді ойын сауық күлкілердің барлығы немесе жаңалықтар бір ақпараттардың барлығы сананы улайды, адамның санасын улайды. Оның барлығы система сияқты. Адам жаңағындай саналы түрде өмір сүрмесін деген сияқты биоробот сияқты жүреді, жұмысқа барады, таңда кетіп бара жатқанда энергетик ішеді немесе кофе ішеді. Таң атпай энергетика ішіп тұрған қаншама жастарды көрдім. Оның барлығы адамның ішін улайды. Адам ағзасы уланып ауырланғаннан кейін сосын оны дәрі ішеді. Дәрімен тағы да уланады. Негізі адам ішкі жанын, денесін тыңдамайды. Ойда жүреді. Біреудің жаңағындай өмірін қарайды. Керек емес видео жаңалықтарды қарайды, керек емес ойын сауықтарды қарайды. Өмірі сол құр босқа өтіп бара жатыр. Біз адамдар тек қана выживать ету үшін келген жоқпыз бұл өмірге. Страдать ету үшін келген жоқпыз. Біз барлығымыз бақытты өмір сүру үшін келдік. Жанымыздың қалауын орындауымыз керек. Жанымыздың жақсы көретін жұмысты жасауымыз керек. Біз жанымыз қалайтын жұмыс жасаған кезде ол бізге наоборот күш беру керек, энергия беру керек. Біз одан шаршамауымыз керек. Көбісі өзін қаламайтын жұмысын істейді. Содан кейін ілажсыздан, күн көрістен, кредит төлеуден, ілажсыздан барғысы келмей сол жұмысты жасайды. Сосын адамның күші болмайды, энергиясы болмайды. Сосын энергетика ішіп, дәрімен обезболивающий ішіп өмір сүре береді. Ояныңыздар. Машинада да кетіп бара жатқанда көбісі радио қойып қояды. Радиода болмайтын музыкалар қосып қояды. Болмайтын сананы улайтын ақпарат жаңалықтарды тыңдайды. Бүкіл әлемнің проблемасын бәрін миына күнде әр сағат сайын құйып атады. Адам деген шаршайды ғой, оның бәрін жаңағында. Адам ішіндегі жанын тыңдамайды ол кезде. Адам как робот сияқты болып қалады. Осы 3D матрицаның установкаларымен, қағидаларымен өмір сүреді.